Мен еще ана мектеп кезде неге жүгіруге қатысқанмын ғой. Короче, мектеп кезде әнді жақсы көретінмін, француз тілі сабағын жақсы көретінмін. Сосын жүгіруге қатыстым мектепте ше. Соны бір-біріміздің кроссовкамызды киетін ғой. Өзі кроссовка дегенге қызықпайтынбыз деймін. Әйтеуір бар киіммен жүре беретінбіз ғой. Не береді әке-шешем, сонымен жүре беретінбіз. Жаман болса жамау, жыртық болса жыртық. Сонымен деген жүгіруге қатыстым. Сөйтіп ода қосымша сабақ болды. Мешітке 1,5 ай оқыдым. Қосымша сабақ. Қай класс екенін ұмытып қалдым. Қандастарымыздың, Қытайдан қандастарымыздың төте жазу бар ғой. Арабша дей ма? Соны оқи аламын мен. Соны оқыдық қой. Қосымша сабақта мешітке барып. Әкем марқұм, Құран оқы, Құран жаттады. Сосын Фатиха, Ықылас сүресін жаттадым. Сол әліппә, тәсә, сол арабша дей ма? Төте жазу, соны жаттадым. Яғни төте жазудың бүкіл алфавитін білемін. Оқи аламын. Қандастарымыз бар ғой. Солар оқиды ма төте жазу. Соны оқи аламын. Өте қатты күрделі болса оқи алмаймын. Қазір қандастарымыз өздерін ана Джунгода қандастарымыз Джунгода не оқиды ана төте жазу арабша. Кәдімгі сабақ сияқты соны оқи аламын. Қатты қиын әріптер болып кетсе төте жазу онда қатты оқи алмаймын. Өйткені мен 1,5 ай сол мешітте оқыдым ғой. Соны шығып кеттім оқығым келмей. Сонымен деген не айтайын деп. Сосын жүгіруге қатыстым. Тура жете бергенде шүкіріп жүгіресің ғой. Тура жақын жете берген кезде бүйтіп енді жақын жете берген кезде тамақтан ұстады ғой. Қақалып шашалып шығып сылқ ете қалыпсың ғой. Менде мынандай кішкентай кезде ангина болған ғой. Мамам айту бойынша сен шыр ет дүниеге келген кезде жүрегің тоқтап қалған дейді. Сонымен мына тамақтан сондай туған бері сол тамақтан ауырады екен бұл. Ангина болып шығады. Қатты жүгіруге болмайды екен. Қатты мұздай су ішуге болмайды екен. Сол жөтеліп, күрсіліп бір ақшан. Сол қазір таңда бүйтіп қатты суықтай су іше алмаймын шынымен де. Мұздай су ішсем бітті жөтелім, күрсіліп. Сол мамам айтады. Сол неғып мен қақалып қалдым деп ұятай. Бүкіл мектепте оқушылар, мұғалімдер ұятай. Тура жете берген кезде елестеді. Бүйтіп құлап түскеннен кейін сылқ қақалып. Сонымен қатыспадым. Ағай айтты да, физрук ағай болмайды деді. Ангинаң бар екен болмайды деді. Қысылып кетеді екен мына. Әп-әйбәт үшкіріп жүрген. Енді тура жетегіне сылқ ете түскен соң қақалып. Ұстап қалды, тыныс алды. Сол ангинадан көп ауыратын, жөтеле беретін, мұздай мороженое, тастай су ішсем бітті жөтелім, күрсіліп. Жөтелгенде үйді деген басын аласың. Содан физрук ағай айтты да, дене шынықтырушы болмайды жүгіруге деді. Содан тастадым жүгіруді. Әйтпесе менің інім мұғалім ғой қазір. Мектепте спорт школа мен де сол спортты қуалайыншы дедім, бірақ маған болмады. Әйтпесе жақсы көрдік. Кейін әкем марқұм басып тастады. Оқасың. Ой, не бар оқып деп басылып